Инсульт ми тамырларының зақымдалуымен және мидағы қан айналымының бұзылысымен жүретін ауру. Оның екі түрі бар: геморрагиялық және ишемиялық. Жедел инсульттің пайда болуының мынадай белгілері бар. Егер науқас жымиғанда екі беті симметриялы болмаса, бір жақ бетінің жансыздануы, күлген кезде беті бірдей емес, екі жақ беті симметриялы емес, қол-аяқтың жансыздануы, жүрістің бұзылысы, және кейде қол-аяғын көтере алмайды, қимылдата алмайды, бастың айналуы, бастың ауруы, ұйқының келуі, осы жедел инсульттің симптомдары болуы мүмкін. Ең алғашы 3 сағат өте маңызды. Егер сіздің отбасыңызда, Алла сақтасын, немесе таныстарыңызда осындай симптом болса, жедел түрде жедел жәрдемге хабарласыңыздар 103-ке, және жедел жәрдем келгенше науқасты тегіс беткейге жатқызып, басын тегіс беткейге жатқызып, кеудесін қысып тұратын киімдерден ашыңыз.